Қызын алып табынның еркіне әбден бағындым. Өнтектігім әлі өзімде, тентектігімді сағындым деп жырлаған ақын Айтуар Сабыров жайлы ел естімеген естелік. Алматының төрінде орыстарды итше тепкілеп сабаған өзбекстандық екі қазақ. Бұл оқиға сонау Кеңес одағының қылышынан қаны тамып тұрған 70-ші жылдардың соңында Алматыда болған. Ол кезде марқұм ақын Айтуар Сабыров Ташкенттегі Низами атындағы пединституттың студенті. Айекең 3-4 күн бос уақытын пайдаланып, Алматыда Каспийде білім алып жатқан бала күнгі досы Қали Жолдасовқа қыдырып келеді. Екі достың не ішіп, не жегендерін, қайда қыдырғандары біз үшін маңызды емес. Гәп басқада. Қали аға Ташкенттен келген досын қыдыртып, кештетіп екеуі қоғамдық автобуста әңгімелесіп келе жатса, автобустағы шовинист орыстың бірі бұларға: «Эй, вы, чурки, перестаньте говорить на своем калбитском языке» деп дүрсе қоя беріпті. Оны қостап басқаларда қосылып жамырай жөнелген ғой. Араларында өзіміздің мәңгүрттеніп кеткен жаман жәутіктер де бар дейді. Марқұм Айтуар аға қызуғанды жігіт еді ғой. Айтуардың жұдырығы тиген адамның қайтып келеге келуі екіталай еді. Оны айтасың, бір күні Ташкентте жалғыз өзі 7 өзбекті сабады. Сонда маған айтқаны: «Қали, тек менің арт жағымнан адам өткізіп жіберме. Алдымнан келгенін өзім реттеймін», деді. Тіпті Айтуардың жұдырығын иіскегендер сыртынан айдаһар деп те айтатын. Сөйтіп жүрген Айтуар орнынан атқып тұрып, бір-екеуінің аузын жаппақшы болып, тіл қорындағы бар орысшасын салып қарсы шығыпты. Көп ит қойсын ба, біздің екі ағамызды итеріп-итеріп бір аялдамадан түсіріп жіберіпті. Ызадан жарылардай болған Қали ағамыз амалы құрып, қонақ болып келген досынан қысылып не істерін білмей тұрса, Айекең такси тоқтатыпты. Таксиге отыра сала, жаңағы жүріп кеткен автобустың ізінен жүріп отыруын өтінеді. Сосын досын жұбатып: «Өзіңді бас, досым. Өткен жолы келгенімде де осылай түсіріп кеткен еді автобустан. Ол кезде 1-2 остановкаға дейін барғанбыз. Бұл жолы соңғы аялдамаға барғанша еріп барамыз» деп жұбатыпты. Әлгі таксидің шопыры орта жастағы қазақ кісі екен. Жолай бара жатып мән-жайдың бәрін түсіндіріп айтып беріпті. Автобус аялдамаға тоқтағаннан таксиде аялдамаға жетпей тоқтайды. Күн батып, көз байланар шақ дейді. Бұл екеуі таксиден түсе сала аялдамаға барып тұрады да, автобустан түскен орыстың еркек кіндіктісі болса болды, бас салып сабап тастап, одан әрі таксилеріне міне сала, баяғы автобустарының ізінен қуып кетеді екен. Сөйтіп, әлгі автобус соңғы аялдамасына жеткенше, автобустан түскен орыс болса итше тепкілеп барыпты ғой. Бұлардың осы әрекеттеріне ырза болған әлгі таксист қайта-қайта алғысын айтып, ағаларымыздың ұсынған ақшасын алмай, тіпті айтқан жерлеріне дейін тиегін жеткізіп салыпты. Қайтсын байқұс, өз жерінде жүріп бөтен біреудің езгісінде жүруі оңай деймісің. Автор Мұхтар Жанұзақ. Жақсыны көрдім, жарамсақтардан алданған, жаманды көрдім, жақсының атын малданған, бақытты көрдім, артында бұққан қайғысы, не көрмейді адам осынау жалпақ жалғаннан. Ақынды көрдім, аяздың шалған үсігі, батырды көрдім, қашалған тастан мүсіні, бірақ көргем жоғалы жалғанда, шаттықтан сірі жарылып өлген кісіні.